Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз сіздермен су ресурстары жайлы әңгіме етеміз. Яғни, өткен сабақта айттық, су дегеніміз ол сарқылатын, бірақ қайта қалпына келетін ресурс. Жалпы, су тірі ағзалар үшін өте қажет шикізат деп айттық. Олай болатын болса, жалпы су ресурстарына нені жатқызуға болады? Бірінші, су ресурсы ретінде біз балар өзенді қарастырайық. Немесе өзен ресурсы деп қарастыруға болады, иә? Өзен дегеніміз не? Өзі салған арнамен ағатын су айдынын өзен деп айтамыз. Жалпы елімізде 85 мыңнан астам өзен бар. Соның ішінде ұзындығы 1 километрден асатын ірі 7 өзен болса, ал 10 метрден асатын 70 өзен бар екен. Яғни ірі өзендер Қазақстан жерінде де кездеседі. Жалпы өзен ресурс ретінде не үшін керек? Жалпы Қазақстанның өзендері ресурс ретінде біз біріншіден кеме қатынасы ретінде пайдалануға болады. Кеме қатынасы жүзеге асады. Әрине, барлық өзендерде деп айта алмаймыз, ірі Ертіс, Жайық өзендерінде кеме қатынасы дамыған. Сондай-ақ гидроэнергиялық негізгі көзі деп айтуға болады. Яғни өзеннен біз энергия алуға болады, иә? Гидроэнергетикалық деп жазайық. Так, бұл жерде ірі Ертіс өзені, мысалы, иә, Үлбі өзені бойында үлкен су қоймалар бар. Мысалы, Ертіс өзенінің бойындағы Бұқтырма су қоймасындағы су электр станциясы, Өскемен су электр станциясы, Үлбі су электр станцияларын мысал қылып айтуға болады. Тек қана бұл емес, ол өзен ресурсы ауыл шаруашылығына да пайдаланады, иә? Оны біз ары қарай айтуға. Мысалы, ауыл шаруашылығын суландыру мақсатында. Жалпы ауыл шаруашылық деп жазып кетейік. Бұл өзен ресурсы. Екінші, жалпы гидросфераны құрап тұрған тағы бір ресурс, біз оны көл ресурсы деп айтайық. Көл ресурсы. Есімізге түсіріп кетейік, көл дегеніміз не? Өзі суға толған табиғи ойысты айтамыз. Көл, яғни табиғаттың өзі жасаған нысаны. Жалпы Қазақстанда 48 мыңнан астам көлдер бар. Ірі көлдерді есімізге түсіріп кетейік. Каспий көлі, Арал көлі, Балқаш көлі, ірі көлдер. Одан бас жалпы көлдер пайда болуына байланысты өте көптеген типтерге бөлінеді. Мысалы, біз Шығыс Қазақстанда кездесетін Зайсан, Балқаш көлдерін тектоникалық көлдер деп айтуға. Ал осы көлдер ресурс ретінде не береді? Бізге тұздар береді, иә? Әртүрлі тұздарды біз көлден өндіруімізге болады. Көл құрылыс материалы ретінде, яғни оның түбінде тұнған әртүрлі құмдарды біз айта аламыз. Құрылыс материалы ретінде пайдалануымызға болады. Және бұл жерде шипалы батпақ ретінде де пайдалануға болады. Көлдің батпақтарын біз шипа ретінде пайдаланамыз. Тағы басқа көл, яғни ресурс ретінде өте көптеген, тіпті ол бізге көлдегі жаңағы тіршілікті біз азық түлік ретінде де пайдалана аламыз. Яғни бұл көл ресурсы. Тағы келесі ресурсты қарастырайық. Үшінші біз балар, ол жер асты суы. Жер асты суы. Жер асты суын ресурс ретінде жалпы Қазақстан шөлді аймақ, иә? Бізде өте көп жер асты сулары бар. Соның ішінде мен сіздерге айтайын қазір, жалпы 70 артезиан алабы бар екен. Яғни ең көп жер асты сулары Қазақстанда Мойынқұм алқабын айтуға болады. Жер асты суы қандай ресурс болып табылады? Жалпы жер тұщы судың көзі деп айтуға болады, немесе жер асты суында біз термальды суларды айтуға болады. Термальды сулар. Яғни әртүрлі температурадағы емдік қасиеті бар суларды айтуға болады. Жалпы олардың температурасына тоқталатын болсақ, олар 500-700 метрден 3000 метр тереңдікке дейін кездеседі екен. Температурасы 30-40 градустан 56-96 градус Цельсийға дейін кездесетін сулар бар екен. Мысалы, біз Шығыс Қазақстандағы Рахман бұлағын айтуға болады, иә? Мен мысалға жазып кетейін. Рахман бұлағы. Температурасы 47 градус Цельсийға тұратын радонды су деп айтуға болады. Яғни біз оны жер асты суларын рекреациялық ресурс ретінде пайдалануымызға болады екен.
Төртінші ресурс бізде мұздықтар, немесе тау мұздықтары деп айтайық. Тау мұздықтары. Жалпы Қазақстанның 10% биік таулар алып жатыр. Ол Қазақстанның шығысы мен оңтүстік шығысында, ал енді сол тау мұздықтары қай жерде кездеседі? Бірінші ресурс ретінде тау мұздықтары тұщы судың негізгі көзі. Сондай-ақ мұздықтар өзендердің бастауы, яғни көптеген өзендер мұздықтардан бастауын алады. Бұл ресурс ретіндегі қызметін айтып жатырмын балалар. Жалпы ірі мұздықтарға тоқталатын болсақ, Алматының төрінде тұрған Іле алатауындағы ең ірі мұздық Корженевский мұздығы. Ол Корженевский мұздықтың ауданы 38 километр квадрат, 12 километрге дейін ұзындығы бар, қалыңдығы 300 метрге дейін жетеді. Бұл Қазақстандағы ең ірі мұздық. Жалпы ғалым Геблер Алтай тауының мұздықтарын зерттеген. Алтай тауында 350 мұздық бар дейді. Ауданы оның 99,1 мың километр квадрат. Яғни ол көптеген өзендердің бастауы және тұщы су ретінде пайдаланады. Сондай-ақ жер бедерін қалыптастырады. Жер бедерін қалыптастыратын бірден бір фактор тау мұздықтары деп айтуға болады. Яғни жер бедерін қалыптастырушы деп айтуға болады. Бұл тау мұздықтарын ресурс ретінде қарастырылуы. Яғни біз сіздермен бүгін су ресурсының 4 ресурсын қарастырдық. Олар өзен ресурсы, яғни өзен ресурсы ретінде қандай қызмет атқарады, көл ресурсына тоқталдық, сондай-ақ жер асты суы және тау мұздықтарын су ресурс ретінде қарастырдық. Ал енді осы су ресурстарын адам қалай қорғау керек? Әрине, ауыл шаруашылыққа пайдаланғанда үнемді пайдалану керек, қалдықсыз өндірісті көбейту керек, сондай-ақ суармалы егіншілікке пайдаланғанда үнемді пайдалану керек. Яғни ағаштарды отырғызуда жасыл желекті көбейту керек деген сөз. Яғни адам әрдайым суды қорғау керек, үнемдеу керек. Біз күнделікті үйде де пайдаланғанда сол суды үнемді пайдалануымызға болады. Су, тағы айтам, сарқылатын, бірақ қайта қалпына келетін ресурс. Сонымен бүгін сіздерге су ресурс туралы тақырып түсінікті деп ойлаймын. Мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.